Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Феруза. Бүгін сіздерге үй жағдайында осындай ватрушкидің рецептісімен бөлісемін. Дүкендегіден әлдеқайда дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Менің каналымда үнемі қолжетімді әрі оңай жасалынатын рецепттермен бөлісемін. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал ендеше ватрушкиімізді жасауды бастаймыз. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, және де үстінен 4-5 ас қасық қантымызды саламыз, және де 2 шай қасық ашытқымызды саламыз. Ашытқыларыңыздың балғын, сапалы болғаны жақсы. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді ашытқымыз көтерілгенше 10 минутқа қойып қоямыз. Міне апурамыз дайын болды. Енді үстінен 1 жұмыртқа және шым-шым тұз салып араластырып аламыз. Енді алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды шетінен сала отырып, осылай шанышқының немесе қасықтың көмегімен ең алдымен осылай араластырып аламыз. Одан кейін үстінен үй температурасындағы сары майымызды салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Енді осы қамырымызды көтерілгенше шамамен 1-1,5 сағаттай қойып қоямыз. Мінекей, қамырымыз ашып дайын болды. Қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осы қамырымызды 12 бөлікке бөліп аламыз. Барлығын бірдей бөлікке бөлуге тырысыңыздар. Қолымызбен дөңгелектеп, зуала жасап, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді бетін жауып, көтерілгенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғанша салмасын дайындауды бастаймыз. Ыдысымызға 300 грамм сүзбе, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ және 3 ас қасық қант, 1 ас қасық жүгері крахмалын салып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Блендермен езіп алсаңыздар да болады, болмаса осылай шанышқының көмегімен езіп аламыз. Салмамыз мінекей дайын болды. Қамырымыз да көтеріліп дайын болыпты. Енді стаканның көмегімен, болмаса басқа да қолда бар заттармен ортасын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай басып шығатын боламыз. Енді салмамызды орталарына салып шығамыз. Осы уақыт аралығында пешімізді қыздырып дайындап қоятын боламыз. Пештеріңіздің градусына қарай сіздерде әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Менде шамамен 20-25 минутта 180 градуста пісіп шықты. Шетіне жұмыртқаны жағып, қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ әдемі болып пісіп шықты. Сіздерге де және сіздердің балаларыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Егер сіздерге видео пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда керемет, оңай, қарапайым рецепттер шығатын болады. Сол себепті қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.